Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай өте керемет медовый печенье дайындайтын боламыз. Бұл печеньені өзіңіз дайындап үйренгеннен кейін дүкеннен ендігәрі печенье сатып алмайтын боласыз. Балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Ал мен көп созбай рецептіне көшейін. Ал сіздер болсаңыздар менің видеомды соңына дейін тамашалап, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз, оның үстіне қантымызды саламыз. Осылардың үстіне жұмыртқаларымызды бөліп салып алатын боламыз. Барлығын жақсылап вилканың көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Дайын болған қоспамыздың үстіне осындай ас қасықтың мөлшерімен мед салып аламыз. Мед менде домашний, қандай мед болса да ешқандай разница жоқ, сала берсеңіздер болады. Енді осының үстіне алдын ала дайындалған ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Осы құрғақ затымызбен бірге, ұнымызбен бірге үстіне разрыхителімізді салып, ванилинімізді салып араластырып жіберсек болады. Мен осылай қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте керемет, қолға жабыспайды, хош иісті болып шығады. Кішкене 15 минуттай демалдырып алып, осындай формаларымызды жасап алатын боламыз қолымыздың көмегімен. Ал қыздар, дайын болған печеньелерімізді қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей қараңыздар, өте керемет болып көтеріліп пісіп жатыр. Дүкендегі печеньемізден ас түспесе, ешқандай кем түспейді қыздар. Міндетті түрде сіздерде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Ал сіздер менің видеомды тамашалағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар.